Ертегілер еліне қош келдің балақай. Бүгін төлдер айтысы ертегісін тыңдайтын боласыздар. Төрт түлік малдың балаларының айтысы. Ертеде бір жерге жиналған лақ, құлын, бұзау, қошақан мен бота біздің иеміз қайсымызды жақсы көреді деп бір-бірінен сұрастырады. Сонда лақ тұрып, мә, әрине мені жақсы көреді. Адам біздің сүтімізді ішіп, түбітімізді киімге пайдаланады деді. Сонда қолын кісінеп алады да, лақ, сен орынсыз мақтанба, бізден қазы қарта, шұжық, қымыз алады. Адам мінісі, көлігі де бізбіз дейді. Сонда бұзау келіп, сендер босқа мақтанасыңдар, адам тіршілігіне ең қолайлы сиыр малы, бізден шелек-шелек сүт, қарын, май, ірімшік алады, емізге пайдалы түлік жоқ. Десе қошақан тұрып, сендер босқа мақтанасыңдар, ем мені жақсы көреді, адам киетін киім кешекке қажетті маталар, үйдегі төсеніш біздің жүнімізден жасалады, бізден пайдалысы жоқ дейді. Сонда бота тұрып, бәріңнен де иеміз мені жақсы көреді, бізден алатын шұбаттың емдік қасиетін айтсаңшы, оған еш нәрсе жетпейді дейді. Осы кезде төрт түлік төлдердің айтысын тыңдап тұрған адам, төлдерім, сендер босқа таласпаңдар, әрқайсыларың өз орындарың бар, адам үшін бәрің де керексіңдер дейді.